Сәлем, сен 20 ғасырдың басындағы 300 партиясы жайлы білуші ме едің? Ендеше кеттік. 1917 жылы қараша айында Қазақстанда саяси ұйым 300 Қазақ социалистік партиясы құрылды. Партияның негізін салушы Мұқан Айтбенов, бірақ кейінірек 300-дің саяси қызметі Көлбай Тоғысовтың есімімен байланысты болды. Партияның баспасөз органы 300 газеті 1917 жылдың желтоқсан айынан бастап Петропавл қаласынан шыға бастады. Қызық мәлімет, 300 Алаш партиясына оппозицияны құраған ұсақ буржуазиялық социалистік партия болды. Тағы бір қызық мәлімет, 300-дің құрамында белгілі қазақ палуаны Қажымұқан да болған. 300 партиясы 1918 жылдың маусым айында оның көшбасшысы Көлбай Тоғысов қаза тапқаннан кейін тарап кетті. Егер де сен дәл осындай қиын мәліметтерді жеңіл тілде меңгеріп, ұбт-дан жоғары бал алғың келсе, мен сені курсқа тіркелуге шақырамын.